Назик Кук YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қимайды дайындаймыз. Қимай соғымға сойылған сиыр етінен дайындалатын кәделі ұлттық тағам. Мынаның біреу қанша болады? Қаншадан килограммы? 3 мыңнан. 3 мыңнан. Қанша көрейін ба? Көріңіз. Зато екеуі көрдіңіз бе? Біреу болады. 6500. Қимайға сиырдың майлы төстікті жұмсақ сан, қол жіліктердің еттерімен араластырылып пайдаланылады. Сиырдың тоғышегін дұрыстап 3-4 мәрте ағынды суда су жүгіртіп жуамыз. Тұзды аямай салып, тұз бен лимонға кемінде 1 сағатқа жібітіп қоямыз. Лимон ішектің шырышын, иіс қоңысын кетіреді. Ішек іші сыртына қаратылып, айналдырылып әбден жуылады. Ішектерді қатты ұзын қылмай кесіп аламыз. Ішек ұзын болған сайын ішіне етті нығыздап салу қиынырақ болады. Мына ішек қысқа екен, іші сыртына тез айналды. Кішкене ұзындау ішекті сіздерге айналдырып көрсетейін. Егерде іші сыртына айналуы қиын болып жатса, кішкене ағын судан құйып, бір ұзындау таяқшамен итеріп жіберсеңіз, өзі айналып кетеді. Міне ішектердің барлығын тап-таза ғып жуып алдық. Төсет пен төсеттің етегі. Алдымен сүйектен етті сылып аламыз. Етті таңдағанда майлылау төстік пен төстің етегінен таңдаймыз. Етті жуып, ұзындау жолаққа кесеміз. Сарымсақты аршып блендерден өткіземіз, немесе майдалап тураймыз. Чеснокқа қара бұрыш пен тұз және аздап су құйып, араластырып, етке ысқылап жағып, тұздап бұрыштап қоямыз. Енді ішекке тұздалған етті саламыз. Қазы сияқты ішектің де екі ұшы істікпен түйреледі. Ал мен болсам, жіппен байлағанды жөн көрдім. Қимайды ыстап кептірсе де тіпті керемет, жазғытұрым ет азайған кезде қуырып жеуге де болады. Жалпы қимайдың майы мен қаракесек еті тең болуы керек. Қимайды салқындатып, асқан етке де қосып береді.
Мінекей сиырдың сүйектен сылынып саналған 3 кг етінен және 1 кг 200 грамм алған тоқ ішегінен осыншама қимай шықты. Дәмін тату үшін кішкентай қимайдың 1-2-ін асып сіздерге көрсетейін. Бір қайнағаннан кейін көбігін аламыз, астын басамыз, тіс шұқылғышпен ақырындап тесеміз. Жалпы қимайды қақпақ астында бая отта баппен 2,5 сағат қайнатамыз. Сорпасының тұзы жетпесе, тұз қосамыз. Пісуіне 40 минут қалғанда сорпаға ұнайтын көкөністерді саламыз. Осымен сорпамыз да қимайымыз да дайын болды. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Жалпы қимайды салқындатып, асқан етке бірге қосып берсе, тіпті керемет дәмі келіседі. Егер бейне ұнаса, Назик Кук арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар, сонда менің жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.